Сәлем жақсыларым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жаңа влог. Жаңа влогта осылай түскі асқа осылай лапша жасайын деп жатырмын. Соған өткендегі алған еттің осындай екі жіліктің сүйегін қайнатып жатырмын. Қазір көбігін алып жатырмын. Бүгін негізі 11 маусым. Жоспар бойынша мен 11 маусымда Астанаға жол жүруім керек тұғын. Оған кеше алдыңғы күнгі түннен бастап Айзекош тамақ ішпей, әлсіреп, сондай болып қалды да, сосын мен баламның денсаулығы бәрінен де маңызды деп, ол жаңағыдай іскерлік кездесуге барған жоқпын. Енді бүгінгі влогта өткенде бәріміз бірге холодильниктеріңізді жинап тастаған шығарсыздар сіздер де маған қарап. Енді сол холодильникті толтыру үшін продукт әкелуіміз керек үйге. Сосын одан бөлек Аллаға шүкір, күн ашық, балконды жууымыз керек. Сондай жақсы тірліктер жасаймыз. Әлі жолай жақсы дәмді тамақтар, пайдалы тамақтар. Сосын мен өзім ойлап отырмын. Құдай қаласа бір айдан кейін бізде бір той бар. Соған бару үшін салмағымызды реттеуіміз керек деген сияқты. Соған егер де осы влогқа реті кеп жатса, сыйып жатса, жаңағындай өте пайдасы бар, арықтататын су бар, соны жасаймыз. Алла қаласа бірге, менімен бірге болыңыздар. Магазинге барып, первый необходимый деген үйге қажетті заттарды алып келдім. Так, помидор. Бізде қазір помидордың килограммы 576 теңге. Мына жерде свекла алдым, килограмм 188 теңге. Мынау жас капуста алдым, килограммы 113 теңге екен. Шағындауын алдым әдейі. Так, лимон алдым, килограмм 1120-дан екен. Так, чесноктың килограммы 1416, мына жерде екі головкасы 127 теңге. Так, лимонда 3 головка алдым, 495 теңге. Так, ласточка деген болгарский перец алдым, килограмм 813-тан, бұл жерде 223 теңгеге. Көк жуа алдым, огурец алдым. Жаздың кездері осы кабачоктан көп деген рецепттер бар, соларды жасайтын боламыз бірге. Көбіне менің каналымда жаңадан влог шығып жатса қарап жүріңіздер. Мен енді жазда кабачоктан тамақты көп жасайтын болам, Аллах қаласа. Мынау салатный листья 1560 теңгеден екен, мына жерде 225 теңгеге. Картошка 250 теңгеден екен, килограммы мына жерде 465 теңгеге. Сосын өзіміз кофе ішетін мынандай сухое молоко бар. Соны алдым, кофе алдым, Jacobs Monarch. Сосын мен жаңағыдай түстен кейін кейде болады, кофе ішкім келеді. Бір какой-то интересный напиток ішкім келеді. Денсаулыққа пайдасы өте зор. Бұл жолы осындай топинамбур деген түрін алдым. Так, әрі қарай біз негізі макарондарды 5 килограммдық сондай объемда аламыз. Мына жерде осылай кейде бір суп, бір нәрсеге жеңіл-желпі супқа қосуға керек болады. Паутинка, соны алдым. Из твердой пшеницы макфа деген. И мына жерде спираль әдемі екен, макарон цеснаның. Сосын 6 злаков кашамыз. Мына жерде соны балалар жақсы жегеннен кейін мен соны жиірек жасаймын. Соған салып қоюға алдым. Так, мен енді выпечка пісіріп жүретін адаммын, соған осылай сливочный берег алдым. Сосын сыр деген тоже менде өте көп жұмсалады. Таңғы астарға әсіресе. Мына жерде даланың балалары шулап атқан ше. Терезе ашық тұр, содан дауыс кеп жатыр. Сосын кірген шыққан сайын қант алып жүрем, себебі жазда неше түрлі қысқа қатырып қоятын дүниелер дайындаймын. Тоже менің арнамнан ұзамаңыздар. Мен ондай заготовканы көп дайындаймын. Пищевой соданы осындай немен аламда, стандартный упаковкамен өзімнің пайдаланып жүрген дүниелеріме ыдыстарыма салып қоям. Және де бір нестандартный применениялар көрсететін болам жақында. Мына жерде балалар жеп жүрген печенье, көктем деген көптен бері жоқ болып кетіп еді. Осы печенье келіпті, соны алдым. Және де Алла қаласа алда осы азиян су алдам деген ойым бар. Сол үшін азияында осындай питьевой айран, йогурттарға үйретуім керек. И мына жерде біраз приправалар алдым. Өткен жол қарасам разрыхлитель бітіп қапты. Ванильный сахардың соңын пайдаланып тастаған, соларды алдым.
приправа для окорочков, сосын для лагмана дегендерді мен лапшаға қосам. Осыларды алдым. Енді мен 2 рет бардым магазинге осыларды алу үшін. Так, 13.409 теңге. Және де артынан ұмытып кетіппін деп лимон мен чеснокты бөлек ұрғызып алдым, 622 теңге. Енді мынандай суммаға біраз дүние алдым деп өзімше қуанып тұр. Енді әдеттегідей алған нәрсені бірге орнына саламыз. Жылдың 4 мезгілінің әрқайсысының өз ерекшеліктері бар, иә. Жаз мезгілде сізге не нәрсені еске салады? Мен үшін жаз мезгілінде жаңадан уылжып піскен жас жеміс-жидектерден максимально дейді ғой, барлық нәрін, витаминдерін алатын мезгіл. Екіншіден, демалыс болғаннан кейін, көбіне жұрттар, енді балалар каникулы болғаннан кейін ересектерде өздерінің отпусктерін келтіріп, қыдырып, демалып, саяхаттап, ел көріп, жер көргенді жақсы көреді. Қазір енді бізде балалар кішкентай болғаннан кейін біз қатты демалысымыз туралы сондай бір қатты ұйымдастырмаймыз. Бұрындары біз енді негізі Асхат екеуміз саяхаттау дегенді жақсы көреміз, шетелге барып, сол жақта демалған дегенді жақсы көретінбіз. Бірақ енді өмірде құндылықтар өзгерді. Қазір приоритетте енді осы бала шағамызбен болғаннан кейін ойлаймыз, кішкене осылар өз аяқтарымен өздері жүріп, өз рюкзактарын өздері көтеретін жасқа жетсін. Аллах қаласа, әлемде осы Қазақстанның түпкір-түпкірінде қандай әдемі, керемет жерлер бар, соларды балаларымызбен бірге жүріп көргенге не жетсін деп. Айханым әрине бізден сұрайды, мама, Турцияға барамыз деп едік, Египетке барамыз деп едік, не болды деген сияқты. Соған айтамыз ғой енді. Осы жыл бостан босқа өтпеу үшін жоқ дегенде бассейнге жазылайық, жүзуді үйренейік. Кішкентайлар әзірге кішкентай уақытында үйреніп алсын, оларға тіпті оңай болады деп. Айтатын бір шындық бар енді. Менің өзім жүзу білмеймін ғой. Неше теңізге барып мен демалып келген адам, бірақ жүзу білмеймін. Сондай бір жерлерді реттеу керек болады, соған көңіл бөлу керек болады. Сосын Айханымға айтам, әзірге енді мынау жақын дистанциялар дейді ғой, Аллах қаласа келесі айда Жезқазғанға баруды жоспарлап отырмыз. Сосын бассейнге жазылып, осы биылдыққа жүзуді үйреніп қояйық деп, қалғанын сосын келесі жылдың еншісіне қалдырайық деп. Осындай тап-таза жинақы болып тұрған холодильникті есігін аша бергім келе ма? Мына жерге лимонды орналастырдым. Так. Мынау жеміс-жидектерді орналастырғанда да өзімнің ұстанатын тағы да тәртібім бар, айтып кетейін. Сладкий перец, ол өте ароматный ғой, иісі хош болып шығып тұрады. Сондықтан да мен оны мешогынан осылай алып тастамайым. Қалғандарын өткен жолы көрсеткен тұғым алып тастаймын деп жатқам, иә. Сосын свекланың әдетте сырты лас болады, сол үшін осылай мешогында тұр. Ертең алып пайдаланғаннан кейін қайтадан сыртын тазартып, мына ішіне салып қоя салам. Зелендердің міні бірыңғай осы жерде тұрады, жаңағы қандай түрі болсын, осы жерде тұрады зеленнің. Сосын кабачки мен капуста ірілеу болғаннан кейін осы жерде тұр. Жалпы молочканы бір контейнерге салып қойған деген ыңғайлы. Сүтке қатысты не бар жаңағындай? Май болсын, сиыр болсын, сүт болсын, сыйып жатса бір контейнерде тұрғанға не жетсін. Ал маған ыңғайлы именно осы лотокта жуа тұрған. Жуа деппін ғой, жұмыртқа тұрған. Мен жұмыртқаны мынандай жерлерге қоймайым. Мен бірыңғай жұмыртқаны осылай қоям. Таңертең алған кезде осылай лотогымен алам да, контейнермен. Пайдаланатынды пайдаланып, қайтадан қалғанын осы жерге қойып қоям. Мына жинақы әр нәрсе өзінің орнында тұр. Плюс еще менің осы кухняма сыймайтын осындай бірақ қалған осындай азық-түліктерді, макаронның түрлері, қант астында, мынау шай, запастар ғой бұлар. Жаңа көрдіңіздер, контейнеріне салдым. Сол контейнеріне салғаннан артылған дүниелерді осылай пакетке салам да балконға апарып тастаймын. Балконды енді өздеріңіз көресіздер. Балкон бізде кәдімгі ас сақтайтын қойма бізде. Енді кухня тар болғаннан кейін солай шешеміз шаруаны. Жаңа көрсетем деп ұмытып кетіппін. Мынау семена чия дегенді кішкентай ғана граммен алып келдім. Мына жерде 40 грамм дейді салмағы. Бұның енді ағзаға беретін өте зор пайдасы бар. Ақырын пайдаланып, мынау рационға енгізіп бастаймыз. Содан кейін осыны кішкене әдетке айналдыру керек.
қолдануға. Себебі құрамы өте минералдарға, бізге қажетті майларға өте бай болғандықтан аздап енді мен үлкенінен сразу бастамадым. Себебі мен бұны шынымды айтсам дәмін татып көрген, тамақ дайындап көрген дүнием емес. Сондықтан да ақырын рационға енгіземін. Сосын кейін кухняда осы бір жерді ұйымдастыру керек болады маған қайтадан. Что-то осылар бір әдемі контейнер алып, осының астына салып тастауым керек та. Сосын осы тұзды, допустим, осы жерден осылай алған ыңғайсыз күнде. Өйткені ойлаймын, мынау кішкене керамический ыдыс болғасын ауырлау ғой. Мына жерді сызып тастамай ма деп абайлап алам да. Сондықтан да осы бір жер менде кухняда бір переорганизацияны күтіп тұр да. Дала жуылғаннан кейін осы жерге тұрған негізі оны мына жоғары жаққа шығарып тастайтынмын. Мына бір жер үстіп бір завал болып тұрады да, маған сол жерді жақсылап бір ұйымдастыруым керек. Міндетті түрде бөлісетін болам, қалай ұйымдастырғанымды. Үстіп продукты әкеліп, оны орналастыруда бір шаруа. Дұрыстап реттеп орналастырып алған ол адамға көмек уже. Менде мынандай кішігірім уборка болып жатыр. Осындай май, налет. Так, менде үлкенде отыз жоқ. Сондықтан да осы раковинаны пайдаланам. Осындай тұрып қалған налеттар сарғайып. Сосын мынау пештің ручкаларының барлығы нандай араларының бәрі кір болып кеткен, май болып кеткен деген сияқты. Соның барлығын, сосын сүтсіз шай ішіп жүрген кезде мындай бүкіліне қақтар тұрып қалады ғой мыналар. Солар, сосын мындай вилкалардың да осы мындай жерлерінде үстіп қақтар тұрып қалады ғой. Соның барлығын бір жуып алайын деп едім. Мынандайларды да ернеуінде сапсар болып, вроде таза, вроде жуып қойған нәрселер, бірақ енді май, тат, қақ дегендер. Біреуге бұл таза болып көрінуі мүмкін, бірақ маған лас болып. Сосын кофе ішіп жүретін өзімнің кружкамды если қарап тұрса, мынандай бір ойық жерлеріне осындай налеттар тұрып қалады. Қолмен жуғанда кете қоймайды. Посудомойкаға кейде ұмытып кетем салуды. Сонымен мына көріп тұрсыздар, осы налеттардың барлығын ең мына плитканың беттері мыналарының бәрі аппақ болсын деп. Сосын ең үлкен нәрсе ол сковородка. Мынау кәдімгі өзімнің күнделікті пайдаланып жүрген сковородкам. Бұлай негізі жуып қойдым, бірақ мынандай налеттары осы менің мазамды алады кейде, осыны жуу керек еді. Бірақ бір өкініштісі бұл үстіп батып тұрмайды екен. Қазір енді барлығын осының ішіне загружать етем да, заттарын жуам деген. Олардың сыймай ма? Грамотно загружать етем да, осының ішіне бәрін. И нетем мистик порошокпен, негізі 1 литр суға 1 ас қасық құяды. Мен 3 литр су ыстық қойдым. Қазір ала жүрсе 3 литр суды құйып, барлығын осылай салып алам да, үстіне соны сеуіп, бір 15-20 минут уақыт қалдырам. Сосын сіздермен нәтижесін бөлісем. Еще плюс көзіме қатты көрініп жүрген қақ осы тұғын. Жан-жағындағы қақтарды көрдіңіздер ма? Мына глубоко жуа сағанда кете қоймайтын нәрселерді осыған салып жатырмын. Ал іске сап. Қазір мынаны ашып құямды. Көремін. 3 литр суым жаппайда осыны, бірақ енді көрем кеткенше кетеді, кетпеген тағы кейін бір нәрсе придумайым. Мына жерде Greenway'дің мистик порошогын осылай 3 ас қасық салдым да, мына ысытқан суымды құйдым. Суым дегенмен жетпей қалды. Одан да көбірек ысыту керек екен. Сосын мынау қалқып кеткен, қисайып қалған заттарды кішкене қозғап, жаңағы порошоктың жұмыс жасауын көмектесіп жатырмын осылай қолыммен, шамам келгенше. Негізі Greenway'дің заттары керемет қой. Сосын осы су, осы уақыт босқа кетіп қалмасын деп, мынау жерде ас бөлмесіне пайдаланып жүрген күнделікті салфеткаларымды да порошок қосып жуып алдым.
және де енді бұндай шаруаларды күнде істей бермейсің ғой. Негізі осылай бірден кірі кетпеген болса заттың, тағы да келесі жолы салуға, сөйтіп қайтадан жаңағындай жуа жаңартып алуға болады. Мен бүгін жай ғана бір-ақ рет жасадым. Қалған дақтары қалды, кеткен дақтары кетті. Мен енді бір керемет өзімді идеальный хозяйка санамаймын. Менің кухнямда да кір заттар жүреді осылай. Сосын мына жерде мен осы онлайн қыздардың совместный закуп деген чаттарында жүріп, біраз ыдыс-аяқ заказ бергем. Заказ бергеніме осы 11 айдай болыпты. Ондай заказдарды жасау үшін негізі сабырлық керек адамға, тосу керек. Міндетті түрде бірақ келетініне сенем. Себебі одан басқа ұсақ-түйек сол сайттардан берген заказдарым келіп жатыр. Тура сол үлкен осы кухняға арналған барлық ыдыс-аяқтарымды жаңартатын сол заказым келмей жатыр. Бірақ оны да сабырлықпен күтіп жүрмін. Мына осы күнде ойлаймын, осын бір жуу керек ет деп соның басын қосып, осы жуып алғаныма өте қуанып жатырмын. Ал дақтары кетпегендерді кейінде тағы да осылай жуып алатын боламын. Өзіме де кейде жаңағындай ең соңғы нәтиже қызық қой, қалай болады деп қызығып жасайсың да бұндай нәрселерді. Кәдімгі алхимик болып кетесің. Гринвейдің осындай заттармен жұмыс жасап жүрген кезде күшті реакциялар жүріп жатады. Көз алдыңда до и после деген результаттар болып жатады. Әркімді сондай бір тез нәтижені көргісі келеді ғой. Сол тез нәтиже көрем деген адамға негізі пайдалануына болады. Сосын бір жақсы жері бұл порошок алтын, күміс, жаңа балалардың киіміне түскен дақтар, киімдердегі, текстильдегі бүкіл дақтарды кетіруге көмектеседі. Сондықтан да кеңес берем. Ал жасаған жұмысымызды қорытындылайық. Мына жерде бірде-бір налет қалған жоқ. Қоңыр налеттар тұратын кофеден, иә? Міне, көріп тұрсыздар. Жылтырап тұр. Так, міне налардың арасында тұрып қалған. Мынандай жерлеріне тұрып қалған. Не болған? Олар жібіді, сосын оны жаңағындай өзімнің ыдыс-аяқ жуып жүрген Гринвейдің салфеткасымен күшті қылып сүртіп алдым. Енді кездесіп жатса, ортасында зубочисткамен шұқи салатын ғана нелер бар. Мыналардың беттері сан рет тамақ тасып айғыз болып қалған ғой. Ой, бір айна сияқты болып қалды ғой мынау. Күшті болып қалды. Құдай қаласа. Бір көңілім толмай тұрған бір нәрсе ғана бар. Нелер де жақсы болды. Көзімнің көрген нелерін жаңағыда сықылап алып тастап жатырмын. Мынау жаңағы сүтсіз шай ішкен кезде мынандай жерлер налет болып қалған ғой, олардың барлығы кетті. Не нәрсеге көңілім толмады десеңіздер, мынау сүзгіге, мынау нағыз көбік сүзетін сүзгі ғой, әлі де бір-екі рет салу керек сондай неге. Мына кейінге тағы да тазартам. Сөйтсем, мына жердің барлығы май екен ғой, май даттал кеп әтетіпті бер қарай. Ал мынау тазарылды. Міне, одай қап-қара болып тұрған жоқ, өйткені бұмен көбіне каша сүзем ғой. Сосын міне, мынанда қуыс-қуысында тұрған нелер кетті. Бұл жерде енді мына сковородканың бір нәрсе аңғардым. Мен енді былай қойған кезде сковородка батып тұрған жоқтығын, иә? Ол естественно, сковородканың қай жері батты, сол жеріндегісі кетіпті. И плюс мына жерді сықылап көрдім. Значит, мына кір енді поддается, енді бір үлкенде ыдысқа, кастрюльге, возможно, осы сковородка прям осы жеріне дейін сиятындай қып, осылай сиятындай қып суға жасауым керек. Сол кезде кетеді екен, өйткені мына жерлерін ысқылап көрсем, уже мені кетеді. Оған енді менде қазір уақыт жоқ. Плитаны қосып, тез-тез реттейтін шаруаларым бар дегендей, мені. Так что, бұл да бір ойда жүрген шаруатығын, оны да орындап алдым. Еще плюс бонусым енді. Мынаған істегеннен кейін, мұны көрдіңіздер ме? Мына жерде налеттар болып еді ғой. Қоп-қоңыр налет болып тұрып еді ғой, солар жоқ. И плюс мынаның ішіндегі де мынандай налеттар былай кетті. Сықылап жіберсе бәрі де кетеді деген сөз. Егер де енді көптен бері пайдаланбай, жылына бір рет, 2 рет істеп жатамыз ғой. Егер де результат ала алмай жататын болсаңыздар, осы процессті осымен қайтадан қайталау керек болады. Мен жағдайымда енді сковородкамен жаңағы үлкен кішкентай сүзекіні
осымен тазартатын болам, Аллах қаласа. Әрине, оның барлығы мен сіздермен бөлісетін болам. Сол енді мыналарды орын-орнына сала қояйын. Ал көптен күткен шаруа осы балконды жуудың саты бүгін түсіп тұрған шығар. Күн ашық. Бұл жерде қандай шаруа істейтінімізді көрсетіп кетейін. Мына жердегі терезелердің барлығын сүрту керек болады. Ар жағынан да, бер жағынан да. Ана қыстан бері сүртілген жоқ. Содан кейін мына жерде енді Асекеңнің осы үйдің құрылысына байланысты күллі инструменттер, саймандар деген сияқтылар тұрады. Соның барлығын сол жаққа орналастырамыз. Мына жерде сандық бар бізде. Ол сандықтың іші бізде тамақ сақталады. Так, мына жерде кішігірім осындай шкафчик орналасқан. Бұл шкафчиктің ішінде де қазір мынандай тамақтар бар, ыдыс-аяқтар бар. Осы жердегі шаруаның бірінші істейтін нәрсеміз тазарту. Шаңнан, кірден, мінінан бәрін тазарту. Содан кейін осы шкафты дұрыстап ұйымдастыру. Организация пространствосын дұрыстаймыз. Себебі маған түк те ыңғайлы болып жүрген жоқ. Сол шаруаның барлығын қазір бірге жасайтын боламыз. Сосын болғаннан кейін мына жерге коврик төсеп қоямыз. Осылай балалар іште осылай жатпайды. Кейде ойнағысы келіп отырады. Сол кезде сыртқада мына жерге балконға да шығып ойнауларына болады. Мынау москитная сетканы ала алатын болсам алам. Ала алмайтын болсам Асекеңді күтем, бірақ мынандай кірлер жетеді. В общем, ал іске сәт. Ал менің тұрақты көмекшілерім Greenway компаниясының осындай мистик пастасы. Мынау салфетканың барлығы Greenway компаниясынікі. Бежевый ол для стекла, мынау рельефный. Қазір оларды ішке қойып қояйын. Мына жерде осындай қатты қалың кірлерді кетіріп жатқан кезде керек болып жатса, шетінен алып пайдаланамыз. Және де мынау судың өзінде де Greenway компаниясының пластина для стирки бар. Сонымен 4 бөлікке бөлемде осылай уборка жасаған кезде қосып қоям. Мынауды Greenway компаниясының салфеткасы, мына жағы инволвер, сильные загрязнения дейді ғой, сондайды кетіруге арналған. Мынау бархатный. В общем, мынаумен стекло, лак, соларды сүрте беруге болады. А мынаумен кәдімгі скотч, кетпейтін кірлер, соларды кетіруге болады. Ал кеттік. Негізі қандай да бір шаруаны кейінге қалдырып сол жерді әбден запускать етіп аласыз ғой. Содан кейін сол шаруаға кірісу кішкене қиындау болады. Бүгін енді сәті түсіп, Аллахтың қалауымен осылай балконды жинауға кірісіп кеттім. Негізі шын мына шаңның бәрінде қалай жүре берген біз деп осы балконды ашып қоямыз ғой, біз күн ыстық кезде үйге ауа кірсін деп. Соны қарап отырсақ, күніге негізі залды таңертең бір, кешке бір шаң сорғышпен сорып аламыз, сонда таң қаламыз, масқара осы шаң қайдан шыға береді деп. Енді балкон сүртілмегеннен кейін, балкон сондай шаң болып тұрғаннан кейін, балаларда көзімізді ала бере кіріп шығып жүреді ғой негізі. Біздің көзімізше шықпайды әрине, бірақ енді өздеріне салса қызық қой балаға әр нәрсені түртіп дегендей. Айсұлтанның кейде машинасын қойып қоямыз, соған шығады, сол аяғымен басып залға келеді дегендей. Енді бір рет сүртіп осылай әбден майлы кірі дейді ғой, соны кетіріп алғаннан кейін жай үйдегі уборка сияқты поддерживающий уборка жасап жүре беруге күшті болды. Осыдан кейін жаңағындай масқара ыстық болды. Терезенің бер жағын жуып тұрған кезде жауып тұрдым ғой, соның бәрі кәдімгі ыстықтан барлығып теріліп кеттім, шынымды айтсам. Сосын ойлап жүрмін, негізі көріп жүрмін осы терезе жуатын гаджеттерді. Сол жаңағындай сіздер пайдаланып, қолданып көрген түрлері болатын болса, модельдерін, сондайларын жазып кетсеңіздер жақсы болар еді. Себебі оны бір алып қойсаң, терезені, балконды бір жылдың өзінде неше рет сүртесін, Аллах қаласа, ол да бір шаң сорғыш құсап үйде пайдалы гаджет болып тұра береді ғой, сондықтан да бір алып қою керек екен деген нәрсе болып жүр маған. Ал балконды сүртіп жатқан кезде еще үйіміздегі жалғыз, осындай әзірге жалғыз деп қояйын, осындай көк өсімдігімізді көрсетіп қояйын. Бұл гүл емес, бұл кәдімгідей сладкий перец. Бұны негізі апатайымыз өсірген, ол сол кісіден алып келгенбіз. Бір айдай болды, біздің терезенің алдында тұрыпты, Аллаға шүкір өсіп,
осылай өнім беріп жатыр уже. Енді Құдай қаласа жоспарымызда бар. Енді үйімізді кішкене көгалдандыруымыз керек. Әр терезенің алдына бөлме өсімдігін отырғызғым келеді. Ең әдемі, ең пайдалы, гүлдейтін деген сияқты. Қандай гүл отырғызуға кеңес бересіздер, сіздерден кеңес сұрап кетейін. Мына терезенің ар жағын бәрін сүртіп алдым. Балконның есігінің ар жағын бәрін сүртіп алдым. Мына жақта сүрте алғанымша, мына көрдіңіздер ме, мына жерде ободок болып тұр ғой. Сол жерге қолым жеткен жоқ, мына жерде жеткен жоқ. Қалған қолым жеткен жердің ар жағын, бер жағын бәрін сүртіп алдым. Мынау москитная сетканы сала алмай қалдым. Ол мен әдетім ғой, мен алған нәрсемді орнына сала алмай қалам. Сосын Асекеңнің угологының барлығын, мына жерде тұрған саймандар барлығын орналастырып қойдым. Сандықты, мына коробканы сүртіп қойдым. Енді қазір осы жерді сүртемде, сосын реорганизация жасайтын болам. Кішкене демалып тұрмын, өйткені қатты ыстықтап терлеп кеттім прям. Күн деген бүгін тамаша болып тұр екен. Бір жарты сағат уақыттың ішінде осыған реорганизация жасап тастасам, сосын балаларды далаға шығарамыз. Көрінген таудың алыстығы жоқ деп мен де шаруамды тамамдап қалдым. Менің видеоларымды, влогтарымды көріп, менің каналыма жазылып, ұнаған роликтерге лайк басып жүрген әр оқырманыма алғысым шексіз. Және де менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыз. Себебі өте пайдалы осындай влогтар болады. Бір-бірімізді қуаттап, менің қойған сұрақтарыма комментарийда жауап жазып кетсеңіздер, жақсы болар еді. Ал жұмысымның нәтижесімен бөлісейін енді. Барлығын тазартып жудым, бәрін орынды-орнына қойдым. Асекең келіп москитная сетканы салып берді. Барлық жер тап-таза. Так, мына балконнан есікті ашып, осылай кірген кезде, мына шкафчик бізге ыңғайлы осылай ашып, керек продуктыларды, жаңағындай ыдыс-аяқтарды алуға осы жақ ыңғайлы. Сол себепті мен мынау сандықтың ішіндегі көбіне тамақтарды осы жерге қоюға тырыстым да, керісінше осы жерде жаңа пластмассовый ыдыстар, банкалар орын алып тұрған, оларды мына астындағы полканы босаттым да, олардың барлығын мынаның ішіне салдым. Бізде мына жердегі 1 литровый бутылкаларды осылай сақтап қоям, өйткені жаңағындай күшті сөр ет асқан кезде босайды ғой, сорпа қалады ғой, соларды құйып қояп морозилкаға қатырам. Мына жерде де жаңағындай 20 литрлік кастрюлем бар. Осындай нелер керек ертең тоже. Заморозка жасағанымда осы пластмассовый ыдыстардың барлығы керек болатын болады. Мына жерде нан пісіретін маймен сковородкам тұрады. В общем, барлығын ойымдағыдай ұйымдастырдым деп ойлаймын. Так, мынау біздің пылесостың сырты ғой. Ол әлі гарантияда болғаннан кейін лақтырмаймыз. Так, мына жердің барлығы осындай жан-жақта шашылып кеткен пластмассовый ыдыстардың барлығын осы жерге қойып жатырмын. Оның барлығын ертең заморозкаға пайдаланамын мынандай ыдыстарды. Кейінгі влогтарда Аллах қаласа енді жаз болды, жеміс-жидек пісіп жатыр. Заморозканы да уже бастаймын, Құдай қаласа. Менің арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Менімен бірге пысық болам деген келіншектер. И мына жерде продуктының шамалысы қалды. Негізі Асекең екеуміз ойлағанбыз. Осы жерге қазір бір откидной столдар болады ғой, мынандай жерге жабысып тұрады. Керек уақытында үстіп аша салатын деген сияқты жасаймыз деп ойлаған болатынбыз проектімізде. Оны енді жасамадық, себебі сандықтың да біз үшін маңызды осы жерде тұрғаны. И мына жердегі Асекеңнің саймандары, сондайлар тұратын жерлердің барлығын төбесінен осылай ғып жіп жүргізіп штор тұтып тастаймын, Аллах қаласа. Өте бір қазіргі таңда дизайн интерьері да қолданатын өте арзан. Сосын жаңағындай не ғой, ыңғайлы. Есік болатын болса, бір жағына қарай ашылаттан мынандай нәрсе қойылмай қалады ғой. Ал жаңағындай штор болса, өзіңе керек жағынан үстесің да, немесе былай ашасың да, қай полкадан неңді аласың, соны ала саласың деген сияқты. Құдай қаласа әлі балконның жұмысы біткен жоқ. Ол штор бар, содан кейін мына жерлерді краскілеуім керек болады. Құдай қаласа, өйткені мына жерде келгенде мынаның үстіне осындай нәрселерді қойып қойған себебім, енді вертикальный поверхность болса, бір нәрсені қоя салған жақсы көреміз ғой. Ал мына жерде мына үгіліп тұрады осындай.
жаңағыдай мынандай бой нелер шығып тұрады. Көрдіңіз бе? Ақ сияқты болып. Сондықтан да ол енді осы үйге кіріп жатқан кезде асығыс істере салған нәрсе ғой кезінде. Сонымен қалып қоймау үшін ары қарай мынаны краскілейтін боламыз. Және де одан да бөлек енді жаз уақыты сондай уақыт қой, үйде анау-мынау осындай текущий ремонттарды реттейтін деген сияқты. Қазір енді мына кішкентайларды Асекем далаға алып шығып кетті. Енді тезірек осы жерді реттеп жинап, Айханым өзі, как всегда, өзінің поделкаларын жасап жатыр. Айханым қазір мамасына көмектеседі, осы жерді жинап. Сосын өткенде қатырып қойған, осы заморозка жасап қойған деген өте қолайлы ғой. Пельмень дайындай салатын боламын. Балконды жуып болып, балаларды далаға шығарып келіп. Сосын осындай жағдайда бір жақсы жері морозильникте заготовкаң болған деген адамды құтқаратты. Балаларға да далаға уақытында шығып келу керек. Ал енді жоқ, тамақ істеймін, үйде қалам дейтін болсам, сол тамақтың соңында жүремде балалар далаға шықпай қалатын еді. Сосын жаздың күннің сәні осы ғой. Свежий овощтардан басын қосып, мына жерде огурец, помидор, сладкий перец, сосын салатные листья, чеснок кішкене қостым. Сосын өзім адыгейская сольмен жаңа Greenway'дің өмірі көрсетіп жүрем ғой, клетчаткасы салатқа қосуға күшті. Және де мынау салат енді қаншама ингредиенттері пайдалы болса, плюс осының пайдасын күшейтіп, ағзаға көп клетчатка береді. Бір ас қасық соевый соус қостым. Адыгейская сольдан бір кішкентай ғана мынандай қасық қана қостым. Осымен күшті, ароматный, чесноктың да иісі шығып жатыр. Бәрінің иісі араласып күшті болып жатыр. Мына жерде аппетитный осындай салат дайындап жатырмын. Мен негізі өзіміз ғана жейтін салатты 100% тырысам майонез қоспауға. Енді бір кейде бір нетіп кететіні бар, оливье жегіміз келіп. Енді оливьені майонезсіз жасаған бір түрлі ғой, сондықтан оливьеге енді однозначно қосамыз. Ал жазда осындай свежий көкөністермен міндетті түрде майонез қоспай, осындай пайдалы салат жасап жегенге не жетсін. Мына күшті салат дайын болды. Холодильникте қандай ингредиенттер бар, соның барлығын турап, басын қосып, жақсылап жаңағындай керекті приправаларды аздап қана қосып, оған да тіл қатты үйреніп алса, кейін бәр нәрсені приправамен ғана жеп отырғанды қалап кетеді. Сол себепті өзі айтады ғой, әр нәрсенің өзі шамалап, ептеп дегенде ғана қосу керек. Міне күшті салат болды, кәдімгі ресторанский салаттың иісі шығып жатыр бұл жерде. Так что осындай қазір ужинға дайын пельмень, сосын осындай салат уже дайын болып қалды. Алла қаласа ас ішіп отқан болсаңыздар, барлықтарыңызға ас болсын.